Ассалаумағалейкум, ой түркінің көрермендері, армысыздар, барлықтарыңызға түн тыныштығын сыйлағай. Міне сағат тілі 12 қазаннан 13 қазанға қарай аунап барады. Бүгінгі күннің ең басты жаңалығы, жексенбі күні Украина президенті Зеленский Трамппен тағы да сөйлесті. Ол сенбі күні де ақш басшысымен телефон арқылы сөйлескені хабарланған болатын. Зеленскийдің айтуынша Украинаға көмек және басқа да тақырыптар сөз болған. Жексенбі күні Financial Times басылымы ақш соңғы бір ай ішінде Украинаның Ресей жеріндегі нысандарға соққы жасауына ақпараттық тұрғыдан көп қолдау көрсетті. Шабуылданатын нысанды Украина алдымен өзі таңдайды. ақш осыған байланысты қатысты деректерді береді. Яғни Украина дрондарының дәл нақты соққы жасауына көмектеседі деп жазды. Жалпы соңғы кездері Украина қарулы күштері Ресей жеріндегі мұнай өңдеу зауыттарына ұдайы сәтті соққылар жасап келеді. Кешеде Белград облысындағы маңызды нысандарға соққы жасады. Украинаның соққысынан электр станциясы отқа оранды деген ақпаратта айтылып жатыр. Сонымен қатар Украина қарулы күштері жексенбі күні басып алынған Донецк облысына да соққы жасағаны хабарланды. Жалпы Украина қарулы күштерінің Ресейдің мұнай өңдеу зауыттарына соққы жасауы өз өнімін бере бастады. Қазір Ресейдің ел ішінде жанар жағармай тапшылығы көрілді. Қырым сияқты өңірлерде бір адамға күніне 20 литрден артық жанармай сатылмай жатыр деген ақпаратта тараған болатын. Сонымен қатар Ресей ел ішіндегі бензин тапшылығын болдырмау үшін Қытайдан және Беларусьтан бензин экспорт ете бастады деген ақпаратта айтылған болатын. Жалпы ақштың Украинаға барлау ақпараттарын толық беруі бұл Украина үшін өте тиімді. Өйткені Украина Ресей жеріне дәл нақты соққылар жасау үшін қашанда ақштың барлау мәліметтеріне сүйенеді. Трамп билік басына келгеннен кейін Украинаға бір мезгіл осы ақпараттарды бермеді, яғни ақш өз иелеген ақпараттарды Украинамен бөлісуден бас тартқан болатын. Сол кезде Украинаның Ресей жеріндегі және Ресей басып алған аумақтардағы нысандарға соққы жасауы салыстырмалы түрде азайған болатын. Әскери сарапшылар мұны ақштың барлау деректерін бермеуімен байланыстырған еді. Жалпы ақш алдағы уақытта Украинаға берілетін көмекті ұлғайтуы мүмкін. Әрине бұл көмектер Украинаға Байден үкіметі кезіндегідей тіке берілмегенімен сауда сипатын ала отырып үстемелеп көбеюі мүмкін. Осыдан 2 күн бұрын ақш сенаты Украинаға берілетін көмекті молайту туралы шешім қабылдады. Яғни 2026 жылы ақш Украинаға $400 миллион көмегін көрсетеміз деп жоспарлаған еді. ақш сенаты осы мәселені қайта қарап, көмектің сомасын $500 миллион көтерді деген ақпарат тарады. Бұл қарар алдағы уақытта, яғни жылдың соңында ресми түрде мақұлдануы ықтимал дейді экономистер. Жалпы Ресей Украина соғысы қару соғысымен қатар қазір экономикалық теке тіреске де айналып барады. Ресей Украинаның энергетикалық нысандарын атқылау арқылы қыс кезінде Украинаны үлкен қиыншылыққа ұшыратуды көздесе, Украина қарулы күштері Ресейдің мұнай өңдеу, мұнай айыру зауыттарына соққы жасау арқылы Ресейдің экономикалық жан тамырын қиюды көздеп отыр. Ал енді таяу шығыстағы жағдайға келсек, Трамптың Газа мәселесін бейбіт жолмен шешу жөніндегі жоспары жарияланғаннан кейін көп өтпей келіссөздерге байланысты Газа секторындағы атыстың тоқтағанын білесіздер. Израиль қазір Газа секторына соққы жасауды тоқтатты және алдын ала келісілген сарысызық аймағына шегінді. Дегенмен Газада атыс әлі жалғасып жатыр. Неге? Себебі Израиль Газаға басып кірген кезде Хамасқа қарсы топтар Израиль жағына шығып, Хамасқа қарсы оқ атқан болатын. Израиль соғысты тоқтатып, әскерін белгілеген орынға шегіндіре бастаған кезде осы қарулы топтармен, яғни кландармен Хамастың мүшелері арасында соғыс басталған болатын. Қазір Газаның кейбір көшелерінде осы
қарулы топтардың қиян-кескі соғысы жүріп жатыр деген мәлімет бар. Ертең, яғни дүйсенбі күні Мысырда Газа мәселесі бойынша үлкен саммит өтеді. Оған ақш президенті Дональд Трамптан бастап Еуропа, Азия және басқа да өңірлердің басшыларын қамтыған 20-дан астам мемлекеттің басшысы қатысып, Газа мәселесінің бейбіт жолмен шешілуін қамтамасыз ету жөніндегі құжаттарға қол қоятын көрінеді. Жалпы Трамптың Газа секторындағы қақтығысты аяқтату жөніндегі талпынысы текке кеткен жоқ. Газада соғыстың тоқтап, мәселенің келіссөз арқылы шешілуінен үміт байқалды. Дегенмен, Хамас қаруын тастай ма? Биліктен біржолата шеттетіле ме? Осы мәселе алдағы уақытта Хамас пен Израиль арасындағы қақтығысқа қайта мұрындық болуы мүмкін деген қауіп те жоқ емес. Сонымен қатар Иран Магета ұйымынан біржолата бас тартатынын мәлімдеді. Бұл өз кезегінде Иран мен Израиль арасында тағы бір реткі қақтығысқа мұрындық болуы мүмкін. Израиль қалайда Иранның ядролық қаруға қол жеткізуіне тосқындық жасауға барынша тырысатыны анық. Сосында әскери сарапшылар алдағы уақытта Иран мен Израиль арасында сөзсіз тағы да соғыс болуы ықтимал деп санайды. Иранда осындай ықтималдықтың болу мүмкіндігі жоғары екенін ескере отырып, Қытайдан және Ресейден әуе шабуылынан қорғану жүйелерін, алыс қашықтыққа соққы жасайтын зымырандарды жедел түрде сатып алып жатқаны осыдан бұрын да хабарланған еді. Айта кететін тағы бір маңызды жаңалық, қазір тәліптер мен Пакистан армиясының арасында кескілескен шайқас жүріп жатыр. Осыдан бірер апта бұрын Пакистан армиясы Ауғанстан жеріндегі Пакистанға қарсы қарулы күштердің ұйымына әуеден соққы жасаған болатын. Іле-шала тәліптер де Пакистан шекарасындағы әскери бақылау орындарына соққы жасаған. Осыдан кейін тәліптер мен Пакистан армиясының ортасында кескілескен шайқас басталды. Қазірге дейін тәліптердің дерегіне сүйенсек, 50-ден астам Пакистан жауынгері қаза тапқан, ал тәліптер 20 адамымыз оққа ұшты дейді. Ал Пакистан тарапы болса, біз Үндістанға қалай өлтіре соққы берсек, тәліптерге де солай соққы бердік, енді бас көтере алмайтындай деңгейге жеткіздік. Олардың Кандағардағы ең ірі әскери базасынан тартып көптеген әскери орындарына соққы жасап, нысананы сәтті жойдық, Талибанның бетін қайтардық деп жатыр. Яғни екі тараптың таратқан ақпараты бір-біріне кереғар. Жалпы Пакистан мен Ауғанстанның тәліптерінің арасында бітіспес дау бар. Себебі Пакистан мен Ауғанстан арасында әлі кімге тәуелді екені белгіленбеген шекаралық өңірлер бар. Осыдан бұрын Пакистан Ауғанстан билігімен келіссөз өткізіп, бұл мәселелерді уақытша шешкенімен, тәліптер билік басына келгеннен кейін жер дауы мәселесі қайта көтерілді. Екіншіден, Пакистанға қарсы соғысып жүрген Техрик-әл-Талибан ұйымы қазір Ауғанстан еліне арқа сүйеп отыр. Яғни, осы ұйымның басшылары Ауғанстан жерінде жасырынып жүр. Оның қарулы топтары Пакистан шекарасы төңірегінде әрекет етіп, Пакистанның қарауылдарына үнемі соққы жасаумен келеді. Үшіншіден, Пакистан билігі тәліптерге наразы. ақш кезінде Ауғанстанға басып кіріп тәліптерге соққы берген кезде, шекараға қарай ығысқан тәліптерге пакистандықтар көмек көрсетіп, азық-түлік жағынан қамтамасыз еткен болатын. Бірақ тәліптер қайтаайланып билік басына келгеннен кейін, Пакистан мен Ауғанстанның арасы күрт ушықты да, Пакистан тарапы тәліптер біздің нам берген қолымызды тістеді деп жазғырды. Міне осыдан кейін екі ел арасындағы дау-дамайда күшейіп, тәліптер ұдайы Пакистан шекарасы маңындағы қарауылдарға, нысандарға соққы беріп, үлкенді-кішілі атыс шабыстар ұдайы туылып тұратын. Кешеден бергі шайқас солардың ішіндегі ең көлемдісі болды делініп жатыр. Қазірше айтарымыз осы. Ықыластарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.